Жылқы неге тұрып ұйықтайды? Адам ата жерге түскен соң, оны білістің азғыруымен жылан шағып өлтірмек болады. Адам ата Алладан пана тілейді. Сонда жаратушы: сен үшін желден жылқыны жараттым. Игілігіңе мін, жануардың жотасынан сипа, асаулығы басылады. Мінсең көлік, ішсең сусын, қашсаң қорғаның, ұшсаң қанатың сол болады дейді. Адам жылқыны үйретіп мінеді. Адам ата ұйықтап жатқанда жылан келеді. Жылқы жыланның басын мыжып өлтіреді. Адам аман қалады. Жылан атаулы осыдан бастап жылқыдан сақтанатын болады. Жылан ұрпағы кегін алу үшін жылқының ұйықтаған сәтін аңдиды. Жылқы одан сақтанып тұрып ұйықтайды екен деседі. Түрегеліп тұрып ұйықтау қасиеті көптеген жабайы жануарларға тән қасиет деседі. Бұл олардың жыртқыштардан тез қашып құтылуына мүмкіндік береді. Егер де ешқандай қауіп-қатер жоғын сезінсе, жылқы малы емін еркін жусап, алаңсыз жата береді. Олардың толыққанды демалу үшін тәулігіне 2-3 сағат аяғын суытса жетіп жатыр. Ал қалған уақыттың бәрінде аттар түрегеліп мызғи береді екен.